ошан күрделі оқиға болды. Зарланған ана, шырылдаған бала, өлік сасыған қазақ даласындағы небір оқиғалар орын алды. Сол заманда жесір әйелдің тағдырынан үзінді. Сахнадарны Елмая қабыл алыңыздар. Үй алаштың ерке баласы, азат пен қайғыға толы, зобалаң шашылықтан қазақтың көбі қырылып қалды. Қазақтың кең сахарасында аштықтан бос көшкен халық, сенің аталауы бауырларың. Сен сол қасірет көшінен аман қалған адам